Тойға бірге жиналайық. Ана жолы тойға көйлек алған болатын, бірақ өзіме ұнамай қалды. Мына көйлегім мыж-мыж демеңіздер. Киетін кезде үтіктеп кидім. Ал сөмкеден осы сөмкені тақтым. Көйлекке қатты үйлескен жоқ, бірақ өзіме ұнайды. Аяғыма осы туфли, басыма орамал. Макияжымды түсіруге үлгерген жоқпын, үйде қонақ болды. Тезірек киініп тойға жолға шықтық. Атамекен тойханасы екен, өте әдемі. Бұл той әпкеміздің балаларының сүндет тойы болды. Дастарханға сөз жоқ. Бірінші тамаққа етті жеп алдық, өте дәмді екен. Арасында осындай салат. Ары қарай би жалғасты. Бишілер билеп, ары қарай әпкеміз балалармен бірге шықты. Атқа отырғызып, қандай әдемі. Әрі қарай кеттік, әнмен жалғасты. Осындай салат жеп алдық. Сосын бірінші би кетті, жақсылап тұрып билеп. Айтпақшы, арасында қайным ойынға қатысып, осындай сыйлық ұтып алды. Негізінде менің қайным өте активный адам. Тойда билеп, ортаны бермеген осы кісі. Ал сыйлығын маған берді. Екінші тамаққа сорпа. Сорпасы да өте дәмді екен. Тағы да екінші ойын болған, екінші ойында менің жолдасым ұтып алды. Бұл сыйлықты жеңгемізге бердік. Ал тойымыз ары қарай жалғасты, өте керемет болып өтті. Әбден биледік.